Достық үйінде облыстық Қазақстан халқы ассамблеясының жастар қайырымдылық жолында тақырыбында кездесу өтті. Онда қайырымдылық жасаушылар мен еріктілердің ассамблея жастарының жыл бойы атқарған еңбектері айтылып, оларды құрмет төріне шығарды. Ассамблея жастары қайырымдылық бағытта жыл басынан бері 82 шара ұйымдастырып, 3000-ға жуық адамның жоқ жітігін түгендеп күрмеулі мәселелерін шешіп берген. Сондай-ақ көктемде елдің бірнеше өңірін тасқын су басқаны белгілі. Қысылтаяң кезеңде Сыр өңіріндегі этно-мәдени бірлестік мүшелері мен ерікті жастар лек-легімен бірнеше тонна гуманитарлық көмек жөнелткен. Бірліктің темір қазығын көрсетіп жүрген ассамблея бұл мақсатқа 4 миллион 890 мың теңге жұмсаған. Және де қамқорлығын танытумен қатар жастар арасында рухани мәні бар мәдени жиындар, бәсекеге қабілетті жастар арасындағы спорттық ойындар, интеллектуалды сайыстар, тарихи танымдық экспедициялардың барлығын қосқанда 74 шара өткізген. Қайырымдылықтың бағытының басында біздің ассамблея жастарды белсенді дамып келе жатыр. Олардың да жыл қорытындысында атқарған жұмыстары, жеткен жетістіктері баяндалып, өзге жастарға үлгі болу мақсатында жиналып отырмыз. Негізі бұл бағыттағы жұмыстар алдағы уақытта да өз жалғасын табады. Бұл тек қана бастамасы, қайырымдылық бағыты болсын, жастардың белсенділігі болсын. Біз әрқашанда еліміздің ертеңі үшін өсіп келе жатқан ел ұрпақтардың жастарды осындай патриоттық, рухани тәрбиелеуде жұмыс атқарып келе жатырмыз.